Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен тағы бір жаңалығымды бөліскім келіп отыр. Бұл бүгінгі сіздерге айтатын тақырып, сіздер мысалға интернет арқылы бір ақпаратты алып, оны дәптер бетіне түсіруіңіз керек болып жатса, осыны жазып жүрмей-ақ осы амалды қолдансаңыздар болады. Мұқият қарап, осыны жасап көріңіздер. Ол үшін сіздер сол интернеттегі өзіңізге қажетті ақпаратты бірінші тауып копировать етіп аласыз. Мен мысалға кез келген бір тақырыпты копировать етіп көрсетейін. Мысалға зат есім деген тақырыпта мен кез келген бір осындай нені алайын да копировать етіп, енді сіздерге мысал ретінде түсіндіріп жатырмын. Осылай копировать етіп аламын. Сөйтемін де енді бұны мен дәптерге көшіруім керек. Оны мен жазып жүрмеймін. Осылай керекті жерін аламын да копировать етіп аламын. Және бұл жерден шығып кетемін. Сөйтемін де бұл жерге куби деп жазам. Міне. Осы арқылы сіз осыны жазып басқан кезде астында осындай сөз шығады. Осы бірінші шыққан сөзге кіресіз. Осы арқылы сіз жаңағы өзіңізге керекті жазу керек болған ақпаратты кәдімгі қолмен жазған сияқты қылып өзгертіп аласыз. Енді жаңа копировать еткенді осы жерге былай басып тұрсаңыз, вставить деп шығады. Осылай вставить етіп аламын. Енді осыны қолмен жазғанда етуім керек. Ол үшін төменде тұрған көк жазу тұр ғой, көк батырма. Перевести в рукопись деп тұр. Осыны басып кіресіз, және міне сіздің жаңағы вставить еткен сөздеріңізді міне қолмен жазғанда етіп шығарып берді. Енді осыны кәдімгі дәптерге жазғанда етіп түсіру үшін, дәптердің парағына түсіру үшін сіз мынадай етесіз. Осыны осылай айналдырып болғаннан кейін бұны енді мен галереяма сақтауым керек. Ол үшін тура осының үстін былай басып тұрсаңыз, скачать изображение деп шығып тұр. Осыны басамын, маған жүктеледі. Міне, жүктелді галереяма. Осылай жүктеп аласыз. Одан кейін бұл жерден шығып кетеміз. Енді сіздер Play Market'тен мынандай приложение тартып аласыздар. Picard деген. Picard осындай тартып аласыздар. Енді осыған кіреміз. Осындай рекламалар шығады бұда. Одан уайымдамаңыздар. Енді бізде төменде қосу батырмасы тұр. Көрініп тұр ғой, иә? Қосу батырмасы мұнда. Ортада қосу батырмасы тұр. Осыны басып кіресіздер. Енді тағы бір айтып кететін жайт, сол жаңағы копировать етіп алғаннан кейін, соның бәрін жасап болғаннан кейін, одан алдын сіз мысалға торкөз дәптерге түсіргіңіз келе ме, немесе жазу дәптерге түсіргіңіз келе ме, сондай дәптердің бір парағын камера арқылы түсіріп аласыз, фотоға түсіріп аласыз. Сөйтесіз де осы приложениеге кіргеннен кейін Picardқа бірінші сол дәптердің парағын тауып аласыз. Мысалға мен торкөз дәптер түсіріп алғанмын. Міне сол торкөз дәптерді таңдаймын. Сіздерде реклама көп шығады, одан уайымдамаңыздар. Рекламаны өшіріп жіберіп, жұмысыңызды жалғастыра берсеңіз болады. Міне дәптердің парағын түсіріп алғанмын. Енді осы дәптерге мен жаңағы жазуды түсіруім керек қолмен жазғанда етіп. Ол үшін астындағы керекті бізге қажетті осындай құралдар бар. Енді осы жерден біз мынаны таңдаймыз. Добавить фото деген тұр ғой. Осыны басып кіресіздер. Енді бұл жерде жаңағы сіз вставить еткен жазу үлгіңіз бар ғой, соны тауып аласыз. Мысалға, міне ол. Міне таңдадым, жоғарыда добавить деп тұр, соны басасыздар. Міне шықты ол. Енді бұны дәптер бетіне түсіру үшін, мына ақпаратты кетіру үшін бұл жерде мынадай батырма бар, қазір көресіздер. Міне. Мына астында тұр. Смешать деген. Міне тұр.
осы батырманы басып кіресіздер. Сол кезде мына жоғарыда сөздер шықты, иә? Обычный экран, усиление деген. Соның мынау тұрған усиление деген таңдайсыз. Міне тұр ол. Смешаттан кейін усилениені таңдайсыз. Сол кезде мына ақпарақ жойылады. Көрдіңіздер ме? Тура өзіңіз жазғандай болып шығады осылай. Енді осы мынау төртбұрышты шет-шеті қоршап тұрған сызықша арқылы сіз мына дәптердің жолына туырлап осылай бүйтіп қимылдату арқылы қойып аласыз. Тор көзге дұрыс түсетіндей етіп. Немесе жазу дәптерге дұрыс түсетіндей етіп. Міне өйстіп туырлап қойып аласыз. Осылай шетіне қарай, төмен қарай осылай тор көзге түсіру арқылы өйстіп қойып аласыз да, жоғарыда мынау тұрған белгі бар ғой, осыны басасыз.